Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз бар жоғы 2 заттан ғана тұратын мороженое жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен мороженойдың смесі қажет. Бұны кез келген супермаркеттерден тапсаңыздар болады. Клубничный түрі, шоколадный әр түрі бар. Менікі клубничный түрі. Сместі ыдысымызға саламыз және оның үстінен 300 грамм сүт немесе су қоссаңыздар да болады. Мен сүт қостым. Енді осыны жақсылап ұзақ 3-4 минут тоқтамай миксерлейміз. Тоқтамай миксерлей берсеңіздер, өзі қоюлана түседі. Сол қоюланған кезінде тоқтатасыздар. Видеода көргендеріңіздей біздің массамыз қоюлана түсті. Енді осы қою массамызды бір ыдысымызға салып, морозильникке қатқанша салып қоямыз. Достар, қандай смес екенін видеода ең соңына суретке қалдырамын. Содан скриншот жасап алсаңыздар болады. Мороженойымыз қатып дайын болды. Енді жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.